Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай тауық етінен әзірленетін кешкі ас рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге тауықтың 2 сан еті қажет болады. Тауық етін осы видеода көрсетілгендей бөлшектерге бөліп аламыз. Кейін оның үстіне соевый соус, майонез және де паприканы қосып, араластырып, 2 дана сарымсақты үккіштен өткізіп, барлығын бірге араластырып аламыз. Кейін оны салқын жерге 30 минуттай уақытқа қойып қоямыз. Етіміз маринадталғанша көкөністерді, яғни картоп, сәбіз, болгар бұрышы және де пиязымызды осылай видеода көрсетілгендей турап аламыз. Осы аталған заттардың мөлшерін төменде описанияда қалдыратын боламын. Формаға осылай дайын болған маринадталған тауық етімізді салып, оның үстіне көкөністерімізді салып, қызып тұрған ыстық пешке 1 сағат шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің кешкі асымыз да дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Дәмін енді сіздерге сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздерге де осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.